Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ болып шығатын және жұмсақтығын ұзақ уақытқа сақтайтын булочкалардың рецептімен бөлісемін. Дәл осындай жып-жұмсақ болып шығады. Бұл булочкаларды буфетный булочкалар деп те атайды, себебі асхана, буфеттерде қолданылатын рецепттердің бірі. Ол үшін видеоның соңына дейін көріп, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жылы су мен жылы сүтті ыдысымызға құйып, артынан тұзды, қантты және бір дана жұмыртқаны салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін майонез қосамыз. Дәл осы майонездің есебінен булочкалар жұмсақ болып шығады және жұмсақтығын ұзақ уақытқа сақтайтын болады. Араластырып болғаннан кейін ашытқымызды салып, тағы да бір араластырып, ұнды електен өткізіп қосамыз. Жұмсақ қамыр илейміз. Көрсетілген мөлшерден артығын қоспаймыз. Егер артығын қосатын болсаңыздар, булочкаларыңыз қатты болып қалады. Егер қолға жабысып жататын болса, қолымызды сұйық маймен майлап, тағы да бір илеп жіберетін болсақ, қамыр жабыспайтын болады. Қамырды илеп болғаннан кейін ыдысымызды сұйық маймен майлап, қайтадан қамырымызды салып, бетін жауып, 1-2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Бір-екі сағаттан кейін қамырымыз дәл осылай 2 есе көтерілуі қажет. Дәл осындай жып-жұмсақ әдемі қамыр болып шығады. Қамырымызды жаятын үстеліміздің үстін сұйық маймен майлап аламыз және қолымызды да майлап аламыз. Тек қамырмен сұйық маймен жұмыс жасаймыз, ұнды қоспаймыз. Ұнды қосатын болсаңыздар, булочкаларыңыз қатты болып қалады. Сол себептен ұнды араластырмаймыз және бөліктерге бөліп шығамыз. Бұл рецептпен менде 25 дана булочка шықты. Бөліктерге бөліп болғаннан кейін домалақтап шығамыз. Бетін жауып 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минуттан кейін қамырымызды жайып, булочкаларымызды жасай бастаймыз. Барлығын видеодағыдай жасап шығамыз. Булочкалардың салмасына кез келген салманы пайдалана берсеңіздер болады. Бұл жолы булочкаларға повидланы пайдаландым. Дәл осылай банкіге жауып дайындап қоямын. Кез келген уақытта алып пайдалана беремін. Егер де осы рецептпен повидла жасағыларыңыз келсе, төменге описанияға ссылкасын қалдырып кететін боламын. Дәл видеодағыдай жайып шығып, пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. 1 шай қасық повидланы салып, видеодағыдай жасап шығамыз. Міндетті түрде қатты бекіту керек, себебі піскен кезде ашылып кетпес үшін. Барлығын видеодағыдай жасап шығамыз. Дайын болған булочкаларды противеньге салып, тағы да 15 минутқа тындырып қоямыз. 15 минуттан кейін булочкалардың шеттерін жақсылап бекітіп шығамыз, себебі піскен кезде ашылып формасын жоғалтып алмас үшін. Және бетіне жұмыртқа жағып шығамыз. 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Егер видео сіздерге ұнаса, комментарий қалдырып лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.